Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақты бастамастан бұрын каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Жазылған комментарийларыңызға міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Олай болса балалар, бүгін біз 62-ші сабақ біздің жобамыз тақырыбын өтетін боламыз. Ана тілім, ардағым. Сөздерді оқы. Қазақ тілі, ана тілім, білу, құрметтеу, қастерлеу, парыз, таза, сөйлеу, мәдениеттілік белгісі, мәдени мұра. Бұл сөздерді қандай тақырыпқа біріктіруге болады? Тағы қандай сөздерді қоса аласың? Бұған балалар, ана тілім, туған тілім, сөз байлығы. Әр сөзді оқу барысында қандай күйде болдың? Қай сөз қуаныш сезімін тудырды? Балалар, бұл сөзді оқу барысында, яғни бұл сөздерді оқыған кезде біздің бойымызда патриоттық сезім туындап, бойымызды қуаныш керлейтіні анық, иә? Әсіресе туған жерім, ана тілім деген сөздер бізге сондай бір қуаныш сыйлайтыны анық, иә балалар? Яғни біздің көкейімізде қуаныш кернейтін сөздер бұлар: қазақ тілі, ана тілім, қастерлеу, мәдениеттілік деген сөздер біздің бойымызға қуаныш сыйлайтыны хақ. Үшінші сұрақ: әр сөз қай сөз табына жатады? Қай сөзге антоним, синоним таба аласың? Осы сөздердің ішінде түбірлес сөздер бар ма? Бұл сөйлемде балалар ана тілім, туған тілім сөздері зат есім сөз табына жатады екен. Ал балалар білу, сөйлеу, қастерлеу сөздері бізде етістік сөз табына жатады екен. Ал енді балалар, біз осы сөздегі синонимдарды тауып алатын болсақ, бұл жерде құрметтеу сөзіне синоним сыйлау, ардақтау болады, иә? Ал сөйлеу сөзіне антоним ол айту болады. Ал енді сөйлеу сөзінің синонимі айту болса, ал антонимға келетін болсақ, таза сөзінің антонимі лас, сөйлеу сөзінің антонимі үндемеу, білу сөзінің антонимі білмеу болып табылады екен. Төртінші: тіл туралы өлең үзінділерін оқы. Саған қай сөз немесе тіркес ерекше ұнады? Туған тілім, бабам тілі, өз тілім. Туған тілім, анам тілі, өз тілім. Туған тілім, далам тілі, өз тілім. Туған тілім, адам тілі, өз тілім. Авторы Дихан Әбіләев. Туған тілім, тірлігімнің айғағы. Туған тілім барда, айтылар сыр ойдағы. Бұл өлеңнің авторы Әбділда Тәжібаев екен. Балалар, бұл өлеңде маған Әбділда Тәжібаевтың өлеңі өте қатты ұнады. Яғни туған тілім, тірлігімнің айғағы, тілім барда, айтылар сыр ойдағы деген шумақтар өте керемет айтылған екен. Яғни өлең жолдары маған қатты ұнады. Келесі 5-ші тапсырмаға көшетін болсақ, бізде қазақ тіліне қатысты сөздердің сөздігін құрастыр. Ана тілі адамның туған тілі. Қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Таза сөйлеу, тек бір тілде, басқа тілдегі сөздерді қоспай сөйлеу. Олай болса балалар, келесі бізде 6-шы жаттығуға көшеміз. 6-шы жаттығу: тіл, сөз өнері туралы айтылған мақал мәтел мен өлең шумақтарын жина. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді. Ана тілің 60 тілге татиды. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Өлеңнің авторы Қадыр Мырзалиев. 7-ші жаттығу: 132-ші беттегі тірек сөздерді, жинақ мақал мәтел мен өлең шумақтарын пайдаланып, ана тілім ардағым тақырыбына әңгіме құрастыр.
құрастырған әңгімеңді сыныптастарыңның алдында қорғап бағала. Ана тілім ардағым. Менің ана тілім қазақ тілі. Мен үшін қазақ тілі әлемдегі ең таза тіл. Ана тілін білу, құрметтеу, қастерлеу біздің парызымыз. Ана тілі ата-бабамыздан қалған мәдени мұра. Қазақ тілінде таза сөйлеу мәдениеттіліктің белгісі. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазыңыздар. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.